Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор мен магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалануы керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезеңінде де қолданған жөн, әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор. Әсіресе қан аздыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Каротин көлемі де асқабақта сәбізге қарағанда жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іш өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам. Асқабақ құрамына жасұнық, А дәрумені және пектинді заттар енеді. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа емдік қасиеттерге бай. Сондықтан тері ауруларына емдеуге көп пайдаланады. Жатар алдында балмен араласқан бір стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Қандай адамдарға асқабақ жеуге болмайды? Егер сіз А дәруменін қабылдап жүрсеңіз, асқабақты жеуге асықпаңыз. Артық дәрумен бауырды бүлдіріп, бүйрекке зиянын тигізіп, остеопорозға алып келуі мүмкін. Асқабақты жеген соң өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, теріңізде қызылдақтар пайда болса, қышынсаңыз, көкөністерге деген аллергияңыз бар болуы ықтимал. Егер құрамында лития бар дәрілерді ұзақ уақыттан бері ішіп жүрсеңіз, асқабақ дәрінің ағзаға сіңуіне кедергі келтіруі мүмкін. Қант диабетімен ауырсаңыз, асқабақты азырақ пайдаланыңыз, себебі ол қандағы қант мөлшерін көбейтіп жібереді.